Hello friends, now let's begin today's lesson. The theme of the new lesson, summer camp, on pages 102 and 103. Қайырлы күн балалар, бүгінгі тақырыбымыз жазғы лагерь деп аталады. Ол үшін кітабымыздың 102-103 бетін ашамыз, иә. Балалар, бүгінгі сабақ өте қызықты болады. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Now let's do exercise 22. Listen and read and answer. Тыңдаймыз және оқимыз және сұрақтарға жауап береміз. This is me at summer camp. Мынау мен жазғы лагерьдемін. Қара, look, қара. I'm skateboarding. Мен скейтборд теуіп жатырмын. I can skateboard really well. Мен скейтбордты өте жақсы тебемін, иә. This is Daisy. She's jogging. She's with her dog Bella. Мынау Daisy, ол жүгіріп бара жатыр, және де өзінің иті Белламен. Liam is doing karate in this picture. He can do it very well. Look at him. Liam суретте каратемен айналысып жатыр, бірақ ол каратені онша білмейді, жақсы карате жасамайды. Оған қара дейді. This is Jay. He is having a picnic. The sun is shining and he is eating an ice cream. Мынау Джейк, ол пикник жасап жатыр, күн шығып тұр, және де ол балмұздақ жеп жатыр. Енді балалар, мынау астында сұрақ берілген 4 сұрақ, сол 4 сұрақтың жауабын мен осында қалдырдым. Қарап алыңыздар, иә. Can Lily skateboard? Lily skateboard деп алады ма? What is Daisy doing? Daisy не істеп жатыр деген секілді сұрақтар бар. Қарап жазып аламыз балалар. Next exercise 23. Read and choose. Оқимыз және таңдаймыз. Тест түрінде берілген балалар. Астында 1, 2, 3, 4, 5-те бізде 3 нұсқа берілген. Дұрыс нұсқасын табуымыз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Енді оқып шығайық. Берік and Айдар are going camping in the forest. They decide to put their tent under a tree. It's getting dark and they can't see very well. Then they hear a strange noise up in the tree. They run home quickly and leave the tent there. Балалар, осыны дәптерге жазып аламыз, және де есімізде сақтап аламыз. Next exercise 24. We are sailing, we are surfing, we are diving in the pool. We are splashing, this is smashing, doing water sports is cool. We are sailing, we are surfing, we are getting very wet. We are swimming, this is thrilling, doing water sport is best. Балалар, мына өлеңді қайта-қайта оқимыз, тілімізді жаттықтырамыз. Және де сөздері де өте оңай, менімен бірге оқып шығыңыздар. Next, last exercise 25. Thinking cap, talk with your friend. Досымызбен сөйлесеміз балалар. Мысал ретінде, you can play the violin with it. Сен бұнымен скрипкада ойнайсың дейді. Сен табуың керексің қай суретте екен. Number 1 дейді. Сол секілді бірнеше вариантын сіздерге ұсындым балалар. Өз нұсқаларыңызда дайындасаңыздар болады. Суреттегілерді пайдалана отыр. Мысалға, you can hop with it. Сен бұнымен секіресің, иә. Number 2 деген секілді. Балалар, бүгінгі сабақ ұнаса, коммент, лайк басамыз.